Жеңше, жейтін бір бәле алайықшы. Не? Нан мен шайды үйде де ішетін еді қой бүйтіп. Тамақты үйге барғаннан кешесің. Ол әшейін фотоотчет дедім ғой саған. Абысындардың чатына салуымыз керек. Кафеде отырмыз деп, қалада тұрамыз ғой біз. Қара суретке түсеміз. Хотя бір тамақ алайық та, әйтпесе не ұнады іште кезі? Тамақ жеп болған кезіміз дейміз. Сен бич, тісің шұқып отыршы. Шашлык жеген адам ұқсап. Мына жаққа қарап шұқып. Шашлык жеген түр жасасайшы. Қарныш адам құсамай. Күліп отыр, Абысындар, біз кафедеміз. Болды ма? Ей, біткен жоқ әлі видео. Қалайсыздар? Қолын көтеріп қойсайшы. Настроение көтеріп отырсайшы. Жеңше, Қалайсың? Жақсы? Али қайда? Магазинге кетті? Жеңше, мына жақта бар ғой. Жаңа 2 машина тоқтады да. Ішінен 2 баладан түсті да 4 бала. Бір-бірімен жаға ұстасып сұмдық болып отыр. Ой, жаман болып отыр. Байқаңыздаршы. Иә, Немене жоқ болып кетті? Магазиннен нан келмей ғой, соны күтіп қалдым. Әй, үйге кірші тезсіз бұл. Жүр. Неге мен үсенге барғым керек, жеңше? Үсенге барған қоя тұр сен. Үйдің артында не болып жатқанын білесің ба? Не болып отыр? Ойбай, бір 4 машина келіп, ішінен 10 баладан түсіп, 40 бала 40 пышақ болып, қан жасауы қырылып жатыр дейді. Қойш, қазір мен су жақтан келді ма? Жоқ, жүр, үйге кір. Алло, Үсен, бүгін жолықпақ қойшы. Біздің үйдің артында не болып жатқанын білесің ба? Сұмдық болып жатыр. 10 машина келген, ішінен 100-дей бала қырылысып жүр. Полиция, скорый, бәрі біздің үй жақта ғой. Бүгін үйден шықпай қойық, ертең жолғамыз, давай. Ойбай, Енешка, не болды? Жүрегім. Жүрек? Ойбай, жүрегім. Не істеймін оны, не істеймін? Аптекаға бар, жоқ, аптекаға бар да. Жүрекпен бас аурудың дәрісті іштесіз. Жүрекпен бас ауру, ұмытып кетпе. Иә. Ойбай. Бар екен дәріңіз. Жүректікі 22.500, аспирин 150 теңге. Қанша дейді? 22.500. Онда неғыш, аспирин аласаш бас аурудың. Жүрегіңізші, жүрекпен ойнауға болмайды ғой? Ой, қойып қалды жүрегім, баршы. 2 аспирин аласаш. Ойбай, басым екен, бұл негізі ауырып жатқан. Мен шығарып тастағаннан кейін бір жаққа кетіп. Немеге ар жақпен өттің? Бір жолға просто тал тұрып қалды, сосын өте салдым. Қалай бір жол? Баяғыда кішкентай кезімізде білесің бе? Мынандайдан адам екі жағынан өтетін болса, екеуі ұрысып қалады деген. Қазір ұрысып қалсақ не боласың? Ол әшейін нәрсе ғой, жеңше. Қалай әшейін нәрсе? Сонда не мен әшейін нәрсемен айналысады деп тұрсың, әңгімең әшейін дейін деп тұрсың ғой? Сонда менің сөзімнің ешқандай мән мағынасы қалмады ғой сен үшін? Жоқ, сізде ешкім әшейін нәрсе айтады, мән мағынасыз деп жатқан жоқ. Баланың тірлігі ғой үшін. Менің тірлігім сонда сендер үшін баланың тірлігі екен ғой? Ата-енені құрметтеу, ағаңа деген құрметім, үйде кір жуу, тамақ істеу, соның бәрі әшейін тірлік, сонда баланың тірлігі екен ғой, Не? Көрдің ба? Мен саған айттым, ар жақпен өтпе дедім. Ұрысып қаламыз дедім. Ұрысып қалдық па? Тұра тұрыңызшы, жеңше. Болды ма? Болды енді. Кеттік жүр. Бокстен естіп құтылмасаң, құтыламын. Не жейсің бош, айтшы, заказ берейін. Не жейсің демей, мен сіңіліңіз ұқсап көріңізші бір. Өзіңіздің туған сіңіліңіз ұқсап көріңізші. Сөйтіп заказ беріңізші маған да. Сен сіңілімдей көріп, Болды онда. Қыздар. Не жеңше? Енді өзің емес пе? Сіңіліңіздей көріңізші деген. Менің сіңілім шашлык жемейді, асқазан ауырады. Одан кейін палау, ет, жалпы ет жемейді, ол вегетарианец қой. Мынаны зиян дей ма, қуырылған, нан жемейді. Бір сөзбен айтқанда диетада. Тек қана салат дейді. Ас болсын, жей ғой. Шіркін, қайным болғанда ғой қазір. Наның бәрін екеуміз бөлісіп жеп, тату-тәтті болып отырар екен. Жеңше, жүріңізші үйге кіріп тамақ істеңізші, қарым ашып тұр. Ой, сен қонаққа кеткен жоқсың ба? Қонақтан адам деген тойып келеді ғой. Ой, бардық қой. Отыр едік дастарханға, өз үйлеріндегіндей көріндер деді, сосын үйдегідей экономдап, кішкене қасық майсап, кішкене қант сап, кішкене жұға-жұғадан жедім, тоймай қалдым дұрыстап. Сен есің дұрыс емес бар ғой ше? Қызықсың ба сен деген? Айналайын, кез келген үйге келген қонаққа сөзің мысалы ғой, үйдегідей отырыңдар, үйлеріңдегідей көріңдер деп. Әшейін ол айтамыз ғой, қонаққа жесін деп айтады ғой оны. Мысал ма ол? Иә. Қайда білейін, ұялма деген сөз ғой сонда, Иә. Онда мен кеттім жеңше. Қайда? Үйге барып, өзіміздің үйдегі көр дегеннен жеп, ішіп, қайтып келемін сосын барып. Барма деймін, ят болады. Ой, барам неңіз ба? Ят болады деймін. Барам. Мына бала бар ғой.
Жылзай әпше, алла берса мен жақында келе кетемін. Айналайын, соған дайындықпен келдім. Сіз енді сонша жылдық тәжірибесі бар тұрмыстағы. Әпкем, сіз маған әпкелік ақылыңыз айтыңызшы. Қалай күйеуімен, енемен тату-тәтті өмір сүретіндей? Ол былай, Гүлмиражан. Оның дым қиындығы жоқ. Ең бастысы күйеуіңе әй деме. Жаным, айналайын, отағасы деп бәр тамағын уақытысымен дайындап қой. Енеңді сүй. Енеңді сүйсең, күйеуің сені сүйеді. Айналайын, мен бетің айтайын. Одан кейін әшейіннен әшейін көшеде жүрме. Әшейін бір жерде отырып уақытыңды өткізбей, үйде бол. Тамағың бәрі дайын болсын. Түсінің ғой? Қазір бір минут. Әй, не? Осы мен неме? Кастрюлькені қазанда далаға арқалап кетем ба осы, а? Өздерің жылтып жей берсеңдерші. Адам құсап кафеге де отырғызбайсыңдар адам. Қазір барам. Неге сонша айғайладыңыз? Кім? Ой, Құдай, күйеуім ғой. Соны түсіну ғой, а? Тез айналайын, не болды кешке қонақ келеді? Ауырып жатырмын мен, ауырып жатыр что-то. Ауырып жатсаң врачқа бар онда, не дейсің маған? Соны білмей жатырмын ғой, асқазанды қандай врач қарайтын еді? Асқазанды ма? Иә. Асқазанды кім қарайтын еді? Жоқ, неден ауырып жатыр ол, неден басталды? Мен анандай болып кеттім ғой, біреу бір нәрсе жеп жатса көремін да, соны қызығып жей беремін. Көрсем бітті жей беретін болып кеттім ғой. Онда сен бірінші окулистке бар. Ойбай, оның не қатысы бар? Дұрыс қой, енді сен енді көзбен көріп жеп қойып жатсың ғой, дұрыс па? Иә. Сондықтан бірінші сен көзіңді емдеу керек. Содан кейін барып асқазан кім емдейтін солар айтады, бар. Миллионда мен сол окулистке бара берейін. Баршы. Бер кесейін. Кесейін мына жаққа. Емші ғой, жемейді ғой сені. Саламатсыздар ма? Емшіге ма? Иә, емшіге. Қайныңыз ғой? Иә. Неғылды? Сұмдық. Көз түйген. Тура мына жерде көз тұр ғой қайныңызда. Емдеу керек. Атқан таңмен кет, батқан күнмен кет, аққан сумен кет, басқан ізбен кет. Кет. Көзден келсең көзбен кет, тілмен келсең тілден кет. Кет. Деп емдейді бауырым сені қазір ішті. Сіз ше емші емессіз бе? Мен очередь күтіп тұрған адам ғой, ерігіп. Қойыңызшы. Иә. Жеңше. Ай, не болды? Салың суға кетіп тұр ғой. Уайымдап жүрмін. Досым ауырып жатыр, досым папасы ауырып жатыр. В общем, жан-жақтың бәрі ауырып жатыр. Соны уайымдап жүрмін. Уайымға салына беруге болмайды дәл қазір бізге. Мен саған бір оқиға айтып берейін. Баяғыда біреу екі қойды бір қораға қамап қойыпты. Сөйтті де бір қойдың жанына сәл алыстау қойып қасқырды байлап қойыпты. Айдылаға қойып қойғанда, содан екі қойды бір ай бойы бірдей тамақтандырыпты. Ана бір қой бейшара қайта қасқырға қарап тамақ жейді дейді. Содан бір айдан кейін өзімен өзі тамақтанып, әшейін тұрған қой семіріп кеткенде ана екінші қой өліп қалған ғой. Қасқырға қарап. Уайымдап өліп қалған, Енді қасқырға қарап тұрып қорқа бергенде өзінен өзі. Сондықтан қорыққанға қос көрінеді дейді. Адам қорықпау керек. Адам кішкене іштен позитив болу керек. Кішкене көңіл көтеріп жүріп. Мен саған бір қызық оқиға айтып берейін. Кеше бір подружкам күйеуі ауырып жатыр екен, күйеуіне айтыпты. Осыдан азанға шейін жазылсам тоқалап беремін десе, анау жазылып кетті. Мен де